ислам діні жаратылмас бұрын Арабия түбегінде жалпы арабтарда әр тайпаның өз құдайы болды. Онымен қоса арабтарда тасқа табыну деген болды. Тас деген сол енді метеорит. Ол метеорит ана аспаннан жерге түскен соң оны арабтар Құдайдың жіберген белгісі есебінде қарастырады. Тек сол үшін ғана сол Құдайдың сол тастар Құдайдың сәлемдемесі деп сол тастарға да сыйынады. Осындай жағдайда әр тайпада өз Құдайы болғасын, тайпалар бір ұлтта бірге ме? Бірікпейді. Өйткені сенімдері оларды бөліп тұрады. Міне осы дарашылықты жою үшін тайпаларды бір шаңырақта біріктіру үшін осы пиғылмен, осы оймен де әлгідей дүниеде бір ғана Құдай бар, және де ол барлықтарына ортақ Құдай. Қалған құдайларды айтатын болсаңдар, онда осы жалғыз Құдайға, яғни Аллаға серік қосқандарын деп, міне осы оймен әлгі сөз айтылған еді. Осыны бүгінгі мұсылмандар түгелі, тіпті имамдар да дұрыс түсінбейді. Өйткені имам ол ешқандай ғалым емес. Және де басқа да діни өздерін ұстаз деп жүргендер, олар да ғалым емес. Сенімде ғалым болмайды. Олар уағызшылар. Уағызшылар қарапайым мұсылманнан айырмашылығы жоқ. Қарапайым жамағатта сенімде жүр, бұлар да сенімде жүр. Сондықтан да қазіргі мына Қазақстанда біздің аруақтарға шабады ғой, ойбай аруақты айту ол деген Аллаға серік қосу. Құдай мен аруақ олар теңдес емес. Сондықтан да аруақты Құдайға, Аллаға серік қосу деп қарастыруға келмейді. Қайталап айтайын, көп Құдайға табынушылықтан адамдарды босату үшін сол Құдайларға сыйынсаңдар, жалғыз Аллаға серік қосқандарын деп сол үшін ғана айтылған. Сол үшін айтылған. Бұл жерде шатаспаңдар. Ал аруақтарға келетін болсақ, мысалы, сахабаларды айтып жатады ғой, құрметтеп. Мұхаммедтің өзін құрметтеп айтып жатады. Сахабалардан кейінгі өздерін ғалым деп санайтын адамдардың да есімдерін айтып жатады. Солардың кітаптарын оқып жатады. Ендеше осы да серік қосу ғой. Періштелерді айтып жатады мысалы. Періштелер ол Құдай емес. Демек, осы періштелерді айтқанда да олар Құдайға серік қосу деп қарастыру керек ендеше. Солай емес пе? Мысалы, Құдайдың сөзі бар. Ол сөзі аяттар күйінде жерге түсіп, Құран кітабында жиналған. Ол Құдайдың сөзі. Бірақ та одан басқа хадистегі сахабалар, Мұхаммедтің өзіне, басқа да ғалымдардың айтқан сөздері бар. Солардың сөздері Құдайдың сөзіне жағалас келе жатыр. Яғни серік қосылып жатыр бұл жерде. Алланың сөзіне серік қосылып жатыр. Осын неге айтпайды? Мешіттерде ғой, Құрандағы аяттармен қоса хадистерде айтылады. Бұл серік қосу емес пе? Аяттарға серік қосу, хадистерді айтып серік қосу. Міне, гәп қайда жатыр. Сондықтан да қаншалықты мұсылман болсаң да патриот болу керек. Өз дәстүрінің, өз ұлттық құндылықтарының патриоты болу керек. Айтпағым осы еді. Аман сау болыңдар.